Конфуциандықтың тарихы. Конфуциандық ежелгі дәуірден бастау алатын философиялық жүйе. Конфуциандық ежелгі Қытайда біздің дәуірімізге дейінгі 6 ғасырдың орта шенінде қалыптасқан. Негізін қалаушы Конфуций, күн ұстаз, оның көзқарасын ізбасарлары Луньой кітабында баяндап берген. Конфуциандыққа сәйкес адамның тағдырын аспан айқындайды. Жасы кіші үлкенге, қызметі төмен адам жоғары қызметтегі адамға сөзсіз бағынуға тиіс. Әлеуметтік теңсіздікті Құдайдың құдіретімен байланыстырған Мэн Цзы Конфуцийдің көрнекті ізбасары болды. Конфуциандықтың жақтаушысы Сюань Цзы жасаған ілім бойынша аспан табиғаттың бір бөлігі болып табылады және онда сана болмайды. Адам заттардың заңдылықтарын түсініп, оларды өз мүддесі үшін пайдалануға тиіс. Негізінен Сун әулеті билігі кезінде Қытай философия мектебінің жаңа конфуциандық бағыты қалыптасты. Жаңа конфуциандықта онтология, натурфилософия, космогонияға көбірек көңіл бөлінеді. 11-12 ғасырларда Чжуси және басқа конфуцийшілдер заттарда екі түрлі негіз бар деп үйретті. Олар Ли парасатты шығармашылық күш және Ци енжар материя. Бұған бәсекелес екінші бағыт болған Лу Цзюань, Ван Янмин мектебі 16-17 ғасырларда идеялық басымдыққа жетті. 17-19 ғасырларда классикалық мәтіндерді сыни тұрғыда оқып, табиғатты тәжірибемен зерттеу қолға алынды. Әлеуметтік тәртіп пен реттіліктің бұлжымастығын дәйектей түсу арқылы жаңа конфуциандық 21 ғасырдың басына дейін үстем бағытқа ие болды.